Сәлем, менің оқырмандарым, көбіңіз маған тіркелмей көреді екенсіздер. Қызықты әңгімелер арнасына тіркеліп дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Жақсы келін қор болмас. Жаздың жарқын кеші болатын. Далада әртүрлі ызыңдаған шіркейлердің дауысы құлаққа жағымсыздау естіліп тұр. Бибайша апа үйінің жанында өзіне соғып берген ағаш кереуетте 4 жасар үлкен немересі Бексұлтанды бауырына басып отырып: «Балам, сен өскенде әкең сияқты боласың ба?» «Жоқ, неге? Әкем жаман. Жаңа сізді ұрды ғой». «Мен өскенде өйтпеймін» деп жаны ашып, әжесін жас баладай көріп басынан сипалаған кезде ызаланып отырған Бибайша кішкентай баланың есті, қылықты сөздерін естіп, «Күнім менің айналайын» деп көзіне мөлтілдеп келіп тұрған жасты сығып жіберіп қайта-қайта бетінен сүйіп, аймалай ұзаққа дейін өзіне келе алмады. Бір кезде басын көтеріп Бексұлтанға қарап, ұзақ ойын өзінше дұрыс тізгендей болды да, ентіккен үнмен дірілдей: «Балам, сенің әкең ілгеріде тамаша жан еді. Жалпы бүкіл жанұямыз керемет берекелі болатын. Анаң осы үйге қадам басып, отбасымыздың бір мүшесі болып қосылғалы, біздің де, әкеңнің де өмірлеріміз бен мінездеріміз мүлде езгеріп шыға келді. Ата-бабаларымыз келіннің аяғынан немесе жақсы келін құт, жаман келін жұт деп айтушы еді. Әкең кішкентайынан мен үйде болмасам ас ішпейтін. Мектеп кезінде алып келген бестік бағаларын, кейін өсе келе бастағалы жатқан істерінің бәрін бізбен ақылдаспай, бөліспей жасамайтын. Бұл баламнан осыншалықты өзгеріп, маған ауыр сөздер айтып, жаныма жәбір көрсетіп, қол кетереді деп күтпеген едім. Кейде анаң екеуміз әкеңнің көзінше сөзге келіп біраз жерге барып қалсақ та, әкең бір ауыз әйеліне қарап қой демейтін. Айналып келіп маған: «Апа, сен-ақ қоя салшы, жас қой әлі. Әлі-ақ түсініп кетер» дейді. Немесе кейде үндемей отыра беретін. Бәрінен бұрын әкеңнің шешеңе бата алмайтынына күйіп кетемін деп ашуланып немересін үлкен кісідей көріп, ішіндегі мұңын шағып отырғанда, гүрсіл қағып, жерді жарып жіберердей, иығын кемсеңдетіп, орта бойлы тұздай көзімен атып жіберердей әсел жалмаңдап келді де, енесінің бауырында жатқан Бексұлтанды жұлып алып қолынан сүйреп: «Не істеп отырсың жатпай? Әжеңді жаңа кердің бе? Бүл кісінің алдында көп отыра берсең, сені де әкеңе ұқсатып, менен алыстатып жібереді. Баласын бақытты болсын деудің орнына менен қызғанып, жамандай беретіні несі осы? Бұлай қызғаныштан өртенетін болса, не үшін үйлендіреді екен» деп баласының үстіндегі жамандықтарды қағып жатқандай, баласынан бас көтермей күмбірлей Бексұлтанның киімдерін реттеп алды да, Бибайша апа әй дегенше үйіне жұлқылай жетелеп алып әкетті. Бибайша апа бір кемсеңдеп алып, артынан баруға оқталып, кейіннен келіннің көкбет айтқанынан қайтпайтын, қажет болса тағы да баласын өзіне айдап салатынын ескеріп, өзін басып, сол жайында үнсіз тістеніп, үнсіз жылап қала берді. Көп отыра алмады. Жаны тыныш таппай, мейірімсіз жан ашумен баласын ұрып өлтіріп қоймаса жарар еді. Көкбеттің қолынан бәленің бәрі келеді деген оймен үйіне қарай шолтаңдап жүріп бара жатқанда, бағанадан бері сарайды жақты бақылап отырған ұстал: «Апа, болды ғой енді таң атқалы ұрысып жатқандарыңыз. Жетер. Ел жұрттан ұят емес пе? Ойдың әбден берекесі кетіп болды ғой. Біреуіңізде де бір кешірімшіл жоқ. Ол да адам баласы емес пе? Бауырыңызға басып икемдесеңіз қайтеді» деп әйеліне сөз жуытқысы келмей ақыл айтқансып еді. Бибайша жеңістің жүзіне көзін аларта қарап: «Берекесі дейсің бе? Сен бе берекені білетін? Құлыным-ай, сен берекені білетін болсаң, әйеліңнің сөзіне еріп анаңа қол көтересің бе? Бүгін міне қол кетердің, ертең бұл бетіңмен өлтіретін шығарсың мені. Сен өзің қайдан шықтың? Дәл осылай жас болып жүре берем дейсіңдер ме? Сендер де менің жасыма жетерсіңдер. Сонда іштеріңнен шыққан балдарың өздеріңе қарсы болып отырса, жақсы көресіңдер ме? Дүние алма-кезек деген құлыным. Қазір мен жыласам, ертең сендер жылайсыңдар». Ешқандай ана баласына жамандық тілемейді, бірақ Құдайдың құдіреті күшті. Ешқандай тірлікті жауапсыз қалдырмайды. Бас қосқандарыңа 7-8 жыл болса да, сендер маған адам құсап сыр айтып, менімен ойласқан істерің болмаған. Сендер үшін мен жоқ сияқтымын. Кіммін мен сендерге әр жерде домалап жататын доппын ба, қолдарың қышса ойнап кете беретін? Әкең марқұмда сендердің күйіктеріңнен ауырып өтті. Артыңдағы өзіңнен кейінгі жұлдызбен сапарға берер тәрбиең осы ма сенің?
Отанын ойлаған орта жолда қалмас, қу маңдайым сор екен менің сор деп, басын төбелеп жылап кеткенде, Жеңіс анасының бұл қылығын ерсі көріп, көшеде кеткен адамдар естімесін дегендей, апамен қол көтерген жоқпын. Ашумен тиіп кетті деп тістене күмбірлеп, үйінің сыртқы есігін ашып ішке қарай itергендей етіп кіргізіп жіберді. Бағанадан зарлап жатқан анасының сөзін Жеңіс сөз екен демеді. Жеңіс бұл сөздің бәрін талай естіген болатын. Ал Бибайша апа бұрынғысынша зарлап қоя берді. Сол кіргеннен сыртқа қайтып оралмады. Осылай зарланған апа күндіз түні ызаланып таң атырды. Ертеңіне сәске уақыт болатын. Бибайша апа өзінің меншікті ағаш кереуетінде бүгін ертең алдында өлім күтіп тұрғандай бар киімдерін бір түйіншек етіп бүктеп, мең-зең болып отырған кезде қасына көршісі, 60-тан асқан, еңкіштеу қимылды абысыны Жұмагүл келіп: "Аманбысың Бибайша? Әй, немене, жаңа қайны тауып алып еншіңді алайын деп жатқаннан саусың ба?" деп қалжыңдай кереуеттің шетіне өкеліп отыра бастады. Бибайша апа басын көтерместен қолындағы киімдерін жинай отырып, жаймен ғана: "Әзірге аман сияқтымын" деп дауысын дірілдете, күмбірлей жауап берді. "Әй, немене, не көрінді саған? Түсің езгеріп әбіржіп кетіпсің ғой. Абысын-ау, несін айтайын? Аллаға не жазғанымды білмеймін. Өзіңіз білесіз." Енеме сөз қайтармақ түгілі бетіне тіке қарамайтын едім. "Қайныңыз да марқұм, менің ата-анамды қалай сыйласаң сені де мен солай құрметтеймін" деп отырушы еді. Ой, жарықтық. Мына бала кімге ұқсағанын қайдам? Маған жұлдызы қарса перзент болды. Өмірде менің келіннен ұлдан сорым бар екен деп жайдың бәрін түгелімен тізіп жеткізіп қайырымы түсіп аяйыншы десе, аюдың да қолынан адамгершілік келеді деген. Біздің балдардікі көкірек қой көкірек деп қолындағы түйіншек киімін көрсетіп, "Мен анау-мынау болып кетсе мына киімдерді өзіңіз елге беріп таратарсыз" деді терге, жасқа шомылған жүзін алдындағы киімдердің бірімен сүртіп, бұйырғандай болып, соңынан жұлдызбен сапарды қимайтынын айтты. "Қой, қайдағы жоқты айтпай. Жеңістен рахат кермесең сапардан көрерсің, жұлдыз енді ол жат жұрттық, одан көресің" деп айта алмаймын. Неге әке-шешесін шақырып, қыздарының қылығын айтып, әкесіне ұрыстырып басып қоймайсың? Бұл әке-шешесін тыңдайтын адам емес. Отбасын қатын басқарған көш оңушы ма еді? Шешесінен көргенін істейді де, қыз деген. Қыздарына ақыл айтудың орнына шешесі қайта-қайта келіп, екеуінің араларына түсіп, қызына сүміреймей басыңды көтеріп жүр. "Сен бұл үйге құл емессің. Бірдеңе дейтін болса бізге айт. Түрмеде шірітемін бұларды" деп жүрген шешеден тәуір ақыл шығады дейсіз бе? Әкесі жүрген бір алқаш. Балам жақсы көрген соң, осы күнге дейін дұрысталып кетер деген үмітпен келдім ғой. Онда келініңе сенікі дұрыс деп қана күн көресің. Арғы жағында бар адам өзі-ақ түсініп кетер. Бірақ артында ойлағаның жақсы. Сен жақсыны жиі айта берсең де басындағы бөркін құндыз бөрік деп ойлауы мүмкін. Сондықтан да алдымен өзің шыдамды болуға тырыс. Егер бұдан артық шыдай алмаймын десең, алыстау жерге еншілерін беріп жібер. Мүмкін сонда алыста жүріп қиналып түсінер сенің қадіріңді. Қане, дүние болса беріп жіберер едім-ау. Бұның айтатында осы ғой. Бір арзандау қазірге жарайтын там да жоқ, бөліп жіберейін десем. Әкесі болмаған соң, балам да келіннің айдақтауына шауып, жанымды жаралай бермей өзі ойланып басын көтерсе болады ғой. Өздері тиын тауып қолыма ұстатпаған соң, менен қандай дүние күтеті бұлар. Төркіннің де жағдайы анау. Бір-бірлермен қырылысып жүрген біреулер. Кезінде, балам, бір қызбен сөйлесіп жүрмін. Тек дүниесі жоқ, қарапайым жандар демесеңіз, қыздың өзі тәуір сияқты. Ата-анасымен сөйлесіп көресіз бе дегенде, жағдайы төмен болса бола берсін. Керісінше қиыншылықты көп көрген жандардың түсініктері мол болады. Әке-шешесімен сөйлескеніммен не пайда? Қыз өзіңе ұнаса болды. Өзің де адам танитын жансың ғой деп балама ақыл айтқан мен едім. Керісінше түк көрмегендерден сақтану керек екен деп көзінен көл боп аққан жасын көйлегінің етегімен тағы да бір сүртіп қойды. Есіктің алдында ары-бері өз тірлігімен жүрген әсел енесінің сөздерін анық ести алмаса да, өзін жамандап жатқанын біліп: "Айт, айт бәрі, саған солар көмектесіп, жақсылық жасайды" деп естірте күбірлеп қояды.
Әселдің қылығына қарап таңдайын қаққан Жұмагүл апа, ғалымға да халықтан үйрену аз болар, өзімшіл болмай білмегенін үйреніп, үлкеннің алдында бас имейме, қасиетсіз деп іштей басын шайқап отыр. Осы күннен кейін әрқайсысы әр жаққа қарап біріне ашылып сөйлемейтін болды. Бір күні Бибайша апаның ауылынан 300 шақырымдай жерде тұратын қайын інісі Берік осы жағдайдың бәрін естіп бала-шағасы бола тұрса да: «Жеңеше, жеңісті келін екеуін менің қолыма беріңіз. Үй онша тар емес. Әзірге бізде үйде тұра тұрсын. Балаларым да жас. Олар өсемін дегенше жеңісте жұмыс істеп дүние жинап, там алып алар» деп екеуін бір күннің ішінде көшіріп әкетті. Жеңіс анасы мен әйелінің бастары піспейтінін біліп бірден келісімін берді. Ал Әсел болса бармаймын деп қипақтағандай болып еді, оған Жеңіс ыңғайын бермеді. Өйткені Әселдің ойы жеке өздері ғана белек шығу болатын. Мұны естіген ел жұрт, қойшы соларды. Өз үйінде өзінің ата-анасына сыймаған адам қай жерге барып сияр дейсің, өзге жанды қорлаған өз басын оздыра алмас деп шу етті. Міне арада 1 жыл өтті. Бастапқыда жақсы келін атанған Әсел, кейіннен бұл үйге де сыймаған соң, Берік бұларды 2 айдан соң ақ елден, жеңгесінен ұялғаннан үйлеріне жібермей совхоз директоры Омар Қалмырзаевпен сөйлесіп, ауылдағы ескі мектептің бір бөлмесіне отырғызып қойды. Енесінің алдында қайқайып жүретін Әсел, қайнағасының да үйінен кетіп, бұл жерге келіп жейтінге қаранан таппай қиналып саудамен айналысамын деп бар дүниесін сатып, одан пайда көре алмай бұрынғысынан да нашарлап кетті. Осы жаққа келгеннен кейін Берік Жеңісті ауылға тракторист етіп жұмысқа орналастырған болатын. Жұмысқа уақытылы істемеген соң шығарып жіберген еді. Енді ол да бос. Осылай өмір кешіп жүрген Жеңіс пен Әсел кіші баласы Жанарыстан айырылып қалды. Жанарыс топ баламен ойнап жүріп, суға ағып кетіп қиналған үстіне қинала түсті. Бір күні Әсел шекесіне жанына қатты қиындыққа шыдай алмай төзімі таусылып Жеңіске қарай енесінің алдына баруын өтініп солқылдай жылады. Өмірді кейіннен түсінген Жеңісте қатты ашуланып: «Қандай екен өмір? Енеңнің қадірін енді түсіндің бе? Сен үшін мен анама тіл тигізіп атына кір келтірдім. Үйдің үлкені болып, әкемнің орнына әке болып, бауырларымды үйретер едім. Анаң жаман, бауырларың жаман деп бәріне айдап салдың. Одан қала берді, жеріктігіңді сылтау етіп, менің тауып келген азын аулақ тиынымды анам мен бауырымнан тықтыртып, бар тәтті тамақты алдырып жедің. Мұншалықты сұмбалар ма едің? Әттең кеш таныдым сені. Ертелік танығанымда ғой, анамның мұншалықты денсаулығын алмас едім. Енді үйге қай бетіммен барамын? Сен де бармайсың. Өл осында. Бәрі сенің кесірің бәрі» деп дауысы қарлыға айғайлап, ызалана жылап, өзінің де қатты қиналғанын білдіре езілді. Жеңіс үйленгелі әйелінің бетіне келіп тұрғаны осы. Бұл ойлар кіші ұлы қайтыс болған соң туған болатын. Содан бері айта алмай реті бүгін келіп айтып тұрған жері. Әбден ішіндегісін ақтарып, босап алған соң, есін жия басын көтеріп, алдында сағы сынып, сұрпаты бұзылып тұрған жауыздай көрінген әйеліне жиіркене қарады да: «Өзгергенің рас болып, барлық жауыздығыңды тастап, адам боламын десең, апама барып барлығын өзің айтып, кешірім сұрап, аяғына жығыласың. Не болса соны шешеңе жеткізіп, шешеңді арамызға араластыратын болсаң, сол күні өзің де құрисың үйден. Төркінге баруды ұмытасың. Жылына бір жиынға барсаң барасың, бармасаң ол да жоқ, тек менің рұқсатыммен ғана жүресің. Түсіндің бе?» деп келісімін алған Берік ағаларының үйіне барып, қалған азын аулақ тірліктерімен өздерінің үйлеріне қайта апарып тастауын өтінді. Берік бұлардың өз ауыздарынан шыққан сөздеріне қуанып келісімін беріп: «Өзім де сендерге айтуға бата алмай жүр едім. Шешімдеріне қуанып отырмын. Жеңгем де қуанып, ағамның да әруағы риза болып қалатын болды» деді де Әселге қарап: «Келін шырағым, өмірді көрдің, түсінген шығарсың. Өмір біз ойлағандай оңай емес. Сен күйеуіңе, ата-енеңе, жалпы қайын жұртқа қалай қарасаң, Алла да саған солай қарайды. Сен жолдасыңды өз бауырларынан қанша алыстатқың келсе, Алла сені бауырларыңнан соншалықты ажыратады. Бұл ақиқат. Өз төркініңнің қазіргі жағдайына қарап салыстырып көр, сенбесең. Сен қаншалықты күйеуіңнің жанын ауыртып, енеңді жылатқан сайын, өз анаң жаны қиналып түрлі дертпен ауырып, бауырларың да тоз-тозы шығып жүр. Мен сені жылатайын деп немесе бетіңе басайын деп айтып отырған жоқпын.
Мен де қыз өсіріп отырмын. Менің ақылымды әкем айтып отыр деп қабылда. Жалпы менің айтпағым, ертең барып алып, бұл мінездеріңді тағы қайталап, жеңгемді жылатып жүрмеңдер дегенім деп екеуіне көптеген ақылдарын айтып, ағалық жолын білдірді. Әсел мен Жеңіс Бексұлтанды алып берікке ілесіп, жүктерін артып шыққан орталарына қарай бет алды. Барса Бибайша апа төсек тартып қатты сырқаттанып жатыр екен. Үйге жеткенше көңілдері қобалжып келген Әсел енесінің жатқанын көріп, бойы өз айыптарынан, қайғы-қасіреттен, сағыныштан жарыларға шақ келіп, азғындап кеткен әлсіз денесіне енесінің алдына барып, кешірім сұрап сығыла жылай кетті. Апа, кешіріңіз мені. Менің ісімнің бәрі балалықпен болған екен. Сіздің қадіріңізді 8 жыл алдыңызда жүріп емес, 8 ай далада жүріп түсініп келдім. Сіз бізді қанша ұрыссаңыз да адам болсын дейді екенсіз деп үйінен келместей болып шығып кеткеніне енді өкініп отырғанын білдіріп, Жеңіске берген уәдесі бойынша енесінің аяғына жығылып, қайта-қайта кешірім сұрады. Жеңіс те ара-арасында Әселге жағаласып қылығына қысылыңқырап кешірім сұрап жатыр. Ал Бибайша апа бұлардың бар көрген қиыншылықтарын сырттай естіп жүргенін айтып немересін еске алып, біраз кеңілі босап, өксіп жылап алды да, артынан бұлардың ана қадірін түсініп қайтып алдына кешірім сұрап келгеніне не қуанарын білмей, не ашуланарын білмей, іштегі басымдау қуанышын сыртқа шығаруға жүрексіне қорқып, баласы мен келінін көз жанарымен аймалап, Бексұлтанды құшағына алып, көпке дейін құшақтап жатып, жүрегі тулап, өз-өзіне келе алмады. Біраз уақыттан соң басын көтеріп, шырағым, атаңның жоқтығын білдірдіңдер екеуің де. Атаң болғанда мұндай күн кешпес едік. Атаң салт-дәстүрді берік ұстанған, өте қатал, жақсыға жанын беретін, жаманның жанын алатын адал жан еді деді де, көзінің жасын бір сығып алып, өткендегі сөздеріне бүгін жауап берейін. Сол күннен бері жанымды жегідей жеп жүр сөздерің. Мен баламды қызғанбаймын сенен. Саған ешқашан айдап салған емеспін баламды. Немерелерімді де айдақтатпаймын. Керісінше сендердің тыныш болғандарыңды қалап, басу айтып араларыңа түскенмін кешегі күнге дейін. Бұл саған ақталғаным емес. Жанымды тазалап алайын дегенім, ана мен бауырлардан артық ешкім сендерге жандары ашымайды. Ал сенің өз анаңның істеріне екі дүниеде де түсінбей өтетін шығармын. Мен баламды жақсы көрсем, сені одан артық жақсы көргенмін басында. Себебі сені атаңның ұрпағын жалғастырушысы деп қабылдап едім. Сен өз тірліктеріңмен көңілімді суыттың. Ойланып келген екенсіңдер, енді қайтып өткен күндеріне аяқ баспайды деп ойлаймын. Сендермен алысатын менің де шамам жоқ. Мұнаны естеріңнен шығармаңдар. Не ексең соны орасың деген. Маған, күйеуіңе, жалпы өзгелерге не істесең, Алла өз басыңа қайталап алып келетінін ұмытпаңдар деп келіні мен баласына жылы қабағын ұсынып құшағына алды. Денсаулығы да айығып қалғандай, бойындағы әлсіздік жойылып, сап-сау жандай жеңіл тартты. Жұпар мен Сапар да анасының жылы жүзінен көңілдері көтерілгендері білініп, көздерін аналарынан алмай, анамыздың сырқатының емі осылар екен ғой дегендей жымия езу тартып тұрды. Мұны естіген ел жұрт тағы да у-шуға басты. Айтып едік қой. Әне, өз үйінде сыймаған бала еш жерге сыймайды. Тереңнен ойлай алмайтындар саязда да тұншығады деген. Көрдіңдер ме, балаларым? Жаман қылық, жаман ойдан аулақ болыңдар. Жаман әйел алып артынан еріп кетпеңдер, әр басқан қадамдарыңды анықтап ойланып басыңдар деп біреулер бала-шағаларына ақыл айтып, осы бір жайды мысал етіп жүрді.